Сізге керек ингредиенттер: ұн, сосиски немесе колбаса, тұз, қант, дрожж және май және жылы су. Енді кетіп. Ең бірінші жылы суды құйып аламыз, 1 стакан. Одан кейін үлкен қаспен дрожж саламыз. Қант. 2 қасық қант саламыз. Сосын тұздан біз 6 қасық саламыз. Тесто өте қатты, өте қатты болмайды. Жақсылап тұрып араластырамыз. 5 минуттай араластырамыз. Және 2 үлкен қаспен 2 қасық ұн саламыз. Сонда жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң, қақпағын жауып 15 минутқа сындырып қоямыз. 15 минут өткен соң, біз сұйық майды қоямыз. Примерно 2 үлкен қасық болу керек. Сосын 500 грамм ұнымызды ақырындап саламыз. Бәрін бірақ салмай бөліп саламыз. Сосын да араластырамыз. Тесто өте қатты болмау керек, biraz жұмсақ болып шығады. Отыз 40 минутқа қойып қоямыз, тестомыз дайын. Мінекей, мен бөліп қойдым. Енді дайын болды. Енді ақырындап қуырамыз. Қызып тұрған отта қыздырып аламыз. Осымен менің сосискелерім дайын. Егер ұнаса, коммент жазып, лайк басып, және өздеріңізде қалай шыққанын айтуды ұмытпаңыздар.